Бәріңізге сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге жұмыртқа, сүт, сұйық май, маргарин, ұн, шекер, какао и разрыхитель керек болады. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны салатын боламыз. Және оның үстіне шекерді саламыз. Салып болған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Сосын оның үстіне осылай маргаринді қосамыз. Және тағы да осылай жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Және бір шымшым тұз. Енді сүттің температурасы маңызды емес. Көріп тұрғандарыңызда разрыхительді ұнға себеміз. Онымен бірге қосатын боламыз. Ұнды үшке бөліп осылай араластырамыз. Сол кезде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнды салып болған соң какао саламыз. Және де осылай електен өткіземіз. Егер сіздерде елек болмаса, осылай сетканы қолдануға болады. Енді формаға құямыз. Форманы майлауды ұмытып кетпеңіздер. Майлап немесе пергамент қағазды қоюға болады. Пирогымызды 30 минут немесе 40 минут 180 градусқа қоямыз. Пирог піскенше біз глазурьді дайындап қоямыз. Оған маргарин и осындай кондитерский шоколад екеуін бірге қосып ертіп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Жаңағы ерткен шоколадты суытып алғаннан кейін бетіне құйып шығамыз. Осылай жағып шығамыз. Болған соң оның
қатуын, бетіндегі шоколадтың қатуын күтеміз. Пирогымыз толықтай суып дайын болды. Дәмі өте керемет, тәтті әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.